Сәлеметсіздер ме, құрметті 5 сынып білім алушылары. Бұл видеода біз сіздермен аралас санды бұрыс бөлшек түрінде жазуды үйренетін боламыз. Алдымен аралас сан не екенін еске түсіріп алайық. Қараңыздар, бірінші мысалда бізде аралас сан беріліп тұр. Аралас санның құрамы 2 бөліктен тұрады. Бүтін бөлік ол алдында тұрады, бізде 3-ке тең. Біздің жағдайда бөлшек бөлігі 2-ден 1-ге тең. Оны бұрыс бөлшек түрінде жазу үшін сіздер бөлшек сызығын сызып, бірден сол аралас санның бөлшегінің бөлімін көшіріп жазып алыңыздар. Енді ары қарай қалай есептейміз? Сол бөлшектің бөлімі 2, алдында тұрған бүтін бөлігі 3-ке көбейтіледі, нәтиже 6 болады. Ал ол шыққан нәтижені біз алымына қосып жібереміз, нәтиже 7 болады. Осы шыққан санды біз бөлшектің алымына жазамыз. Сонымен біз берілген аралас саны бұрыс бөлшек түрінде жазып алдық. Келесі жағдай, бізге кез келген бір сан беріліп, оны да бұрыс бөлшек түрінде жазыңыз деген есептерде кездесуі мүмкін. Қараңыздар, бұл жерде бөлшектің бөлімін, алымын өз еркіңізбен алуыңыз мүмкін. Мысалы, мен бұл жерде есептің ыңғайына қарай бөлшектің бөлімін 4 қылып алатын болсам, онда нешені 4-ке бөлсем 2 деп ойланып, алымына 8 деп жазамын. Сонда 8 4-ке бөлсем, нәтиже 2-ге тең болып тұр. Құрметті білім алушылар, бұл тақырыпқа байланысты да сіздерге осы үлгіде тапсырмалар жинақтадым. Бұл жинақтан сіздер жылдамдыққа, немесе жарыс түрінде, немесе уақытқа қарап өздеріңізбен қосымша жұмыс істеуге болады. Электрон нұсқасын алу үшін видеоның описаниесіндегі WhatsApp нөмірге жазасыздар. Ал сіздермен бірге алғашқы 5-еуін қарастырып бастайық. Біріншісінде қараңыз, берілгені аралас сан 1,7-ден 4 дейді. Не істейтін едік? Еске түсірейік. 7 мен 1-ді көбейтетін едік. Шыққан нәтижеге алымын қосатын едік. Сонымен алымында жазылатын сан 11 екен. Ал бөлшектің бөлімін 1-ден көшіріп жаза қоямыз. Келесі 10-нан көбейттім 30, қостым 1. 31. Келесі 14-ден көбейттім 14, қоссам 23. Келесі бөлшектің бөлімі 11, көбейттік 22, қостық 25. Соңғысы 100-ден көбейттік 500, оған 7-ні қосамыз 507. 5-еуін қарастырып біттік. Түсінікті болды деп ойлаймын. Бұл аралас санды бұрыс бөлшекке айналдыру өте оңай. Тек сіздер көбейту, қосу таңбаларын ауыстырып алмай, шатаспай орындасаңыздар жеткілікті. Видео ұнаған болса, қолдау көрсетіп лайк басып қоюды ұмытпаңыз.